бедели, махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Халықаралық бизнес университеті қабырғасында өткізгелі отырған Қазақстан Республикасының Қазақстан ұстаздары қоғамының марапаттау рәсіміне қош келдіңіздер. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатын қолдау етіп, институционалдық реформасын жүзеге асыру жолында өз ісінің нағыз маманы болған, шәкірт тәрбиелеген, қоғамдық қызметтерге белсене араласып, ел мүддесі үшін кіршіксіз қызмет еткен қайраткер тұлғаларды насихат ету мақсатында Қазақстан Республикасы Қазақстан ұстаздары қоғамының нөмірі 0109-28-628 бұйрығымен бекітілген аккредитациялық кеңес шешімі негізінде республикамыздың әр өңірлерінен келген бірнеше қоғам қайраткерлері мен педагогтары айтулы марапатқа ұсынылды. Алғашқы сөз кезегін Халықаралық бизнес университетінің президенті, техника ғылымдарының докторы, профессор Ахмет Захид Архан Жұмаханұлына беріледі. Құрметті ұстаздар, құрметті қонақтарымыз, біздің бүгінгі өте маңызды шара, сіздердің еңбектеріңіз бағаланып марапат аласыздар. Ең бастысы осы халыққа қоғамдық сыйлықтан жұмыстарымыздың жемісі бұл. Әр баланы дайындау, нағыз өзінің ұстаздық қасиеті болмаса қолдан келмейтін шара. Біз енді өзі шешемнің 25 жыл мектеп директоры болған, мен ол кісінің еңбегін осы күнде көріп жүрген болатын. Әрине, ол мектепте жұмыс жасап, баланы тәрбиелеп, кейін оның жақсы бір адал азамат жолына түскенін көрсеңіздер, өздеріңізге бір қуанықты бір сезімде боласыздар. Соған мен әрқашан қуанамын, өйткені сіздердің балаларыңыз кейін бізге студент болып келеді. Енді сіздердің еңбектеріңіз жана берсін. Біз әрқашанда сіздерге Некрасов айтады ғой, учитель преклоняет свои колени деп, сол сияқты бүкіл өзі алдағы өмірі ұстазымызды солай басына айтады. Рахмет. Келесі сөз кезегін Зияткерлік технология институтының бас директоры, доктор, профессор Алмас Әділбекұлы Өскенбаев мырзаға беріледі. Ұстаздар, болашақ, білікті мамандар, ғалымдар, бүгінгі салтанатты мерекенің мерейі үстем болсын. Осындай салтанатты мерекені, осындай білім ошағында өткізіп жатырмыз. Тәуелсіздік дәуірінде атты публицистикалық, тарихи, ғылыми десе болады. Маңызды, қазір бәріне танымал болған еңбектің авторы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, біздің болашағымыз білімді ұрпақтың негізімен қаланады. Осы білімді ұрпақты тәрбиелейтін біздің ұстаздар, ғалымдар бүгінгі осындай салтанатты күн өздеріңіздің еңбек жетістіктеріңізді есептеңіздер. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Келесі сөз кезегін Қазақстан ұстаздары қоғамының бас хатшысы, тәлімгері, Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, Республикалық игілік журналының бас редакторы, қоғам қайраткері Меруерт Абдраимқызы Айтенова ханымға беріледі. Құрметті ұстаздар, мен ылғи да айтамын, осы біздің ел болып қалыптасуымыз, мемлекет болып, тәуелсіз мемлекет болып іргелі етіп ұстап тұруымыз, ол ең бірінші Құдайдың арқасы және осы өзіміздің халқымыздың сабыры мен шыдамының арқасы. Және осы ұрпақты ұрпақ етіп, адастырмай, шатастырмай, білімді білікті етіп тәрбиелеп отырған ол біздің ұстаздарымыз. Сондықтан да ұстазға біз қанша құрмет жасасақ та, ол теңізге құйған тамшыдай. Сол себептен міне көз жәудіреп отырған жас біздің бүлдіршін жас достарымыз, сіздер ата-аналарыңыз қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, алыс-алыс қалалардан, ауылдардан, облыстардан арманды арқалатып Алматыға оқуға жіберді.
Осы жерде сіздерге қандай білікті, мықты мұғалімдер сабақ беріп жатыр, ғалымдар сабақ беріп жатыр. Сондықтан да тұлға болу, қоғамның қайраткері болу бір күнде келетін абырой емес. Жаңа менің жүргізуші атақ дәрежемді оқып отырған кезде, ол жай ғана бергі шеті деп қабылдау керек. Өйткені біз өзіміздің елімізде, өзіміздің жерімізде, өзіміздің тәуелсіз отанымызда өмір сүріп жатқан соң, біз таңның атқаны, күннің батқаны ғана қанағат етпей, осы тәуелсіз елім үшін не істей аламын деген принциппен өмір сүруіміз керек. Сондықтан да сіздер осы жерде студент болып жүргенде университет қабырғасында тұлға болып қалаңыздар. Қоғам қайраткері болып, лидер болып бір күнде туылмайсыздар, бір күнде жасалмайсыздар. Қазір сіз студент кезден білікті болатын болсаңыз, білімді болатын болсаңыз, мұғалімдерге жақын болатын болсаңыз, қоғамның қайраткері болып қалана бастайсыз. Сол себептен қыздар, жігіттер, менің сіздерге апалық, әпкелік, ізгі тілегім, қазіргі менің сөзім біреуіңіз болмаса, біреуіңіздің жүрегіңіздің ой түбінде қалса, менің жасыма келген кезде осы сөзді естеріңізге аласыздар. Себебі 25 жыл бұрын бізде мүйізі қарағайдай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқығанда журналистикада есіктің алдында көзіңіз жәудіреп тұратын. Сіздер қазір бақыттысыздар, төрде отырсыздар, аппақ креслода отырсыздар. Ал біздің уақытымызда оқыған кезде біз үлкен мінберде сөйлеп тұратын қоғам қайраткерлеріне қолымыз да жетпейтін, сөзіміз де өтпейтін, қолын ала алмайтынбыз. Сіздер қазір қандай бақыттысыздар. Сіздердің алдарыңызға біз келіп қызмет жасап тұрмыз. Сондықтан да осының барлығын тәуелсіздік елдің, егеменді елдің бір бақыты деп қабылдаңыздар. Әр күніміз мағыналы, мәнді өтсін. Ал енді Қазақстан ұстаздары қоғамының жасап жатқан еңбегі бұл үлкен мемлекеттің жай ғана бір қарлығаш қанатындай болып үлес қосып жатқан еңбегі. Қазақстан ұстаздары қоғамының порталына кірсеңіздер, сіз бенен біздің игілігіміз үшін, педагогтардың игілігі үшін, жастар үшін қаншама игі қызметтер ұсынылып тұр. Бұрын біз тек қана шетелге қарап аузымызды ашып таңдайымызды қағатын болсақ, қазір қазақтың біз секілді қыз жігіттері қаншама жұмысты атқарып жатыр. Ертең бүгін біз болсақ, қоғам қайраткері, ертең сіздер боласыздар. Біз сіздерге үлгі болуымыз керек. Сіздер бір нәрсені біздерден түсініп түйіп қалуларыңыз керек. Өйткені біз еліміз үшін, отанымыз үшін қызмет жасауға, оны міндет етпеуге, қызмет жасауды өзіміздің парызымыз деп қабылдауға біз міндеттіміз. Бұл біздің азаматтық, сәбилік, перзенттік парызымыз. Құтты болсын. Қаншама ұстаздарымыз Батыс Қазақстан облысынан келді, Тараздан келді, Алматы облыстарынан келді. Ұшақтармен, самолеттармен, пойыздармен, автобустармен келіп, осы жерге марапатын алып тұр. Бұл кісілер үшін бұл дәл қазіргі тарихи сәт. Ертең бұл кісілер бүгін алса марапатты, ертең сіздердің іштеріңізден қаншама мықты біздің білікті мамандарымыз шығады. Ұстаздарымыз, ғалымдарымыз, ректорларымыз, профессор академиктеріміз шығады. Сондықтан да осы бүгінгі күн сіздерге де бір жұғысты сәтті күн болсын. Ал педагог қауым сіздерге басымды ием, аман болыңыздар. Басқалар мойындамаса мойындамайтын шығар. Мен қолына қалам ұстаған жазушы журналист ретінде ұстаздарға жүрген жерде орнымды беріп, басымды иіп, сіздерге құрмет жасаймын. Мен ғана емес, Қазақстан ұстаздары қоғамында жұмыс жасайтын қаншама қазақтың қыз жігіттері сіздерге қызмет жасайды. Құтты болсын марапаттарыңыз. Jangan
нұрлы күндерге, мақпал күндерге болайық тағдырымыз. Неліктен жанға жайлы шуағын, шаттықтың алаулай бер шырағын. Көбімде ақ тілек ұраны, талықтап тұрады. Неліктен жанға жайлы шуағын, шаттықтың алаулай бер шырағын. Көбімде ақ тілек ұраны, талықтап тұрады. Неліктен жанға жайлы шуағын, шаттықтың алаулай бер шырағын. Көбімде ақ тілек ұраны, талықтап тұрады. Неліктен жанға жайлы шуағын, шаттықтың алаулай бер шырағын. Көбімде ақ тілек ұраны, талықтап тұрады. Көп рахмет. Ендеше көптен күткен марапаттау сәтіне де келіп жеттік. Бірінші марапат Қазақстан ғалымы, қоғам қайраткері медалін тағуға ортаға Зияткерлік технологиялар институтының бас директоры профессор Алмаз Әділбекұлы Өскенбаев мырзаны шақырамыз. Ғылым мен білімге және қоғамға қосқан сүбегейлі үлестері үшін беріледі. Алғашқы марапатталушы Қазақстан ғалымы медалі UIB халықаралық бизнес университетінің президенті, техника ғылымдарының докторы, профессор Ахмет Сақидархан Жұмақанұлына беріледі. Harika foto atsanız. Екінші марапатталушы Қазақстан ғалымы медалі шет тілдер және іскерлік карьера университетінің деканы, халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі профессор Ұлан Абдықалықов мырзаға беріледі. Құрметті мына үлкен салтанатқа жиналған үлкен кіші ұстаздар, мүмкін осы қара шаңырақтың иесі сіздер, студенттер мен ғалымдар, жалпы қонақтар. Біріншіден бүгін қасиетті жұма, сол жұма мүбәрәк болсын. Бәріңізге Алланың нұры жауып, жүректеріңізге жылу сыйласын. Мұсылман қашанда бір-біріне жақсы сөзін аямау керек. Заманымыз тыныш болсын. Міне бүгін Аллада көріп тұрған шығар, Алматының нөсері тоқтап, шуағын төгіп тұр, табиғат анада. Қандай жақсы. Әрқашанда жүрегімізде жылу болсын. Осы бір сәт, мінеке осы салтанат соған сай келген сияқты. Сол салтанат бұл кездейсоқ емес, үлкен жаңа Меруерт ханым айтқандай, еліміздің азаматтарын, тұлғаларды аялайық, еңбегін бағалайық деп ұйымдастырып отырған ұстаздар қоғамына көп рахмет. Бүгін кеше ғана 65-ке келген.
Bunlardan da жоғары ғылымда 40 жыл қызмет жасағам. Тоқтамай, мына ұстаздар біледі, үлкендермен шығарым. Бір кездерде мұғалімдер, ғалымдар ғылымды тастап, қиын кезеңде саудаға шығып кеткен жұмыстарым да бар. Бірақ біз тоқтамастан қиындықта өткіздік. Міне тоқтамай 40 жыл қызмет жасадым. Соны көрген шығар беріп отқан. Оған дейін біраз марапаттарымыз бар. Алтынсарин медалін алдық. Қазақстан Республикасы білім беру үздігінен нашығымыз бар, тағысын тағылар. Бұл да біздің мынау еліміздің елеп жұмысымызды бағалағанына рахмет. Біріншіден айтайын дегенім, елбасы деген көреген адам. Біріншіден Алла, екінші елбасына мен денсаулық тілеймін. Себебі мен лекция оқымай қойын, құрметті жастар отыр ғой. Ұстаздар біледі. Мен әлем біраз жерлерінде болдым. Қазақстанның кім екенін білмейтін. Мынау Европа елдері білесіздер ғой. Қазақты вообще танымайтын. Баяғы біз оқып жүрген кездерде Казгүлде. Қазір Құдайға шүкір, елбасының саясатының арқасында Қазақстанды әлем мойындап танып жатыр. Қазақ деген ұлтты біліп жатыр. Мінекей, бұл деген біздің елбасының әдемі саясаты. Білімді де дамытып жатыр, ғылымды да, экономика мұның барлығы білімге байланысты. Сол кісі қуат тілеймін елбасына, елдің бірлігі. Ал енді өз жүрегімнен айтайын дегенім, біз ұстаздарымыз. Зейнолла Қабдолов ағамыз марқұмның айтқан сөзі бар еді. Ұстаз деген өзінің уақытын аямау, басқаныкін аялау деп мінекей. Ұстаздардың еңбегі өте зор. Біздің болашағымыз жастар жандарым. Сендер аман болыңдар. Ұстаздар біз қашан да сендер жақсылап тәрбиелейік. Еліміздің болашағы да үміті сендер. Мен сендерге үлкен сенім артам жастарым. Мықты ғалымдар сендер Жәмел Өртханымды. Ал енді осы жерде адам жеке тұлғаның бағасын айту керек. Патриотизм деген бар бізде. Кезінде патриотизмді біз тек қана мынау патриот мықты қыздар мен жігіттер десек, Мәншүк апамызды айтамыз, солай ма әлия деп. Бірақ бүгінгі күннің патриоттар арамызда жүр, қараңыздар. Өзінің еңбегімен халық үшін, ұлт үшін қызмет жасап жүрген. Мінекей бұқаралық ақпарат құралдарындағы біздің үлкен майталман қарындасымыз Меруерт ханым. Қол соқпай. Меруерт ханым деген ұлтымыз үшін, халқымыз үшін үлкен қызмет жасап жатыр. Алланың ризасы Меруерт, денің таза болсын. Мынау журналының өзі қазір Қазақстан сүйіп оқиды, рас па? Бәріміз қазір кезір алып оқимыз, жаздырып оқимыз. Еліміздегі болып атқан ұстаздардың, тәрбиешілердің, ғалымдардың еңбегін қуанамыз мінекей. Бұл деген сіздің үлкен еңбегіңіз шырағым. Алланың нұры жауып жарқырап жүр. Ал ұстаздарға мен көп сөйлемей қойын. Дендеріңіз таза болсын. Жақсылап еңбек етіңіздер. Мына марапатымызға сай ұрпақ тәрбиелейік. Рахмет. Көп рахмет. Ортаға 3-ші марапатталушы қоғам қайраткері медалі Алматы қаласының нотариусы Ерлан Тұрсынбекұлы Сұлтанбеков мырзаға беріледі. Келесі марапаттау сәтіне де келіп жеттік. Қазақстан ұстазы медалін табыстауға ортаға тарих ғылымының докторы, профессор, Қазақ ұлттық білім академиясының академигі Мұрат Жеткергенұлы Әбдіров мырзаны шақырамыз. Алғашқы Қазақстан ұстазы медалі Орал қаласындағы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті дәстүрлі музыкалық және орындаушылық өнер кафедрасының оқытушысы Жәмила Игілікқызы Нұрымбетоваға беріледі. Құттықтаймыз.
құрметті бүгінгі кештің қонақтары, біздің шәкірттеріміз, жас жеткіншектер, сіздерді бүгін көріп отырғаныма өзім өте қатты қуаныштымын. Осы Меруерт ханым хабарласып Оралдан сіздің бауырмалдығыңызға, жақындатқаныңызға рахмет айтқым келеді. Және де жаңағы Оралдағы аға айтқан Пушкин қазір Махамбет Өтемісов атындағы мемлекеттік университет, сол университетте мені осыған лайық деп жіберген Абат Сатыбайұлы Қыдыршаев, бәріңіз білесіздер ол кісіні. Қазіргі мәдениет және өнер институты бар, сол жаңағы университеттің солының қазіргі декабрьден бастап сол кісі жаңа деканы болды. Сол аға осыған сіз лайықсыз деп өзі жіберіп, өзіңіз алып келіңіз деп жіберді. Сол ағайыма көп рахмет. Анамның өзі де қазір зейнеткерлікте, мамам мектепте 25 жыл математика пәнінің мұғалімі болған, апам да мұғалім, одан кейін үйде мен де мұғалім, менің жолдасым да сол жаңа университеттің қауымдастырған профессоры, бәріміз мұғалімдерміз. Сіздерге көп рахмет. Мұғалімдер аман болайық. Көп рахмет. Қазақстан ұстазы медалі Жамбыл облысы Шу ауданы Шоқпар ауылы нөмірі 18-ші Мұхтар Әуезов атындағы орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Шарапат Мейрамбайқызы Жадыраеваға беріледі. Бүгінгі алып атқан барлығымыздың марапатымыз құтты болсын. Әрқайсымыздың отбасымызға тыныштық, бақыт, заманымыз бейбітшілікте өмір сүрейік. Меруерт ханым, сізге рахмет, елбасымыз Назарбаевқа да рахмет, жалпы халқыма рахмет. Сізге де көп рахмет. Бізге ештеңе жоқ па деген? Көп рахмет, Мұрат Жеткенұлы, құрметті орныңызға жайғаса беруіңізге болады. Келесі, Қазақстан ұстазы медалін табыстауға ортаға саяси экономия мамандығы бойынша экономика ғылымдарының кандидаты, Евразия халықаралық экономикалық академиясының мүше корреспонденті, халықаралық бизнес университетінің профессоры Үстілеу Айдарханқызы Бибатырова ханым шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Медалі Алматы қаласы Алатау ауданындағы нөмірі 179-шы жалпы білім беретін мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Ерлан Отанұлы Мұратбаевқа беріледі. Ұстаздар, сіздерге марапаттарыңыз құтты болсын деймін. Меруерт ханым, осы жерде отырғанда барлықтарыңызға рахмет. Ұстаздардың еңбегі елене берсін. Енді мен өзім негізі мамандығым алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі болғандықтан біздің награда алған кездегі айтатын сөзіміз Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Ендеше, Қазақстан ұстазы медалі Тараз қаласындағы Жамбыл политехникалық жоғары колледжі арнайы пәндер оқытушысы Алтынай Мамырәліқызы
құрметті орныңызға жайғаса беруіңізге болады. Рахмет сендерге. Құрметті көрермендер, ұстаздар, жиналғандарыңызға көп рахмет. Біріншіден, Алла тағалама рахмет айтқым келеді. Екіншіден, әке-шешеме айтқым келеді. Осы өмірге жеткізіп өсірген анама рахмет айтқым келеді. Және Меруерт ханым, сізге рахмет. Осындай менің еңбегімді бағалап, осындай медаль алғаныма өте қуаныштымын. Қазақстан ұстазы медалін табыстауға ортаға қаржы нарқы, қаржы ақша айналысы және несие оқулықтарының авторы Райхан Орақ қызы Смағұлова ханым шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Қазақстан ұстазы медалі Алматы заң колледжінің курс меңгерушісі Жанар Дулат қызы Ордабаеваға беріледі. Құттықтаймыз. Қазақстан ұстаз медалі. Құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, Меруерт ханым, сізге ерекше алғысымыз шексіз. Рахмет осындай кеш ұйымдастырып отырған үшін. Алда тек жақсылық тілеймін, творчестволық табыс тілеймін. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Ортаға Қазақстан ұстазы медалі Алматы қаласы Әуезов ауданындағы нөмірі 173-ші мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Жанар Сләмбек қызы Айтеноваға беріледі. Құттықтаймыз. Қарапайым мектеп мұғалімінің еңбегін бағалап, көрсетіп жатқан Қазақстан қоғамы қызметкерлеріне, Қазақстан ұстаздар қоғамы қызметкерлеріне үлкен денсаулық, жұмыстары оңай берсін. Марапаттарыңыз Баршаңызды марапаттарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті қонақтар, сіздерге тосын сый. Біздің марапатталушыларымызды қатарынан сонау Орал қаласындағы Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің дәстүрлі музыкалық және орындаушылық өнер кафедрасының оқытушысы, талантты ұстаз Жамиля Игілік қызы Нұрымбетова сіздер үшін өзінің тамаша өнерін паш етеді. Қарсы алыңыздар.
қауымның қоғамды белсенді қайраткерлерін айтулы марапаттармен шын жүректен құттықтаймыз. Жемісті күндерде кездескенше сау саламатта болыңыздар. Барша марапат иелерін және марапаттаушыларды ортаға естелік фотосуретке шақырамыз.